27 сабақ. Балалар, сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпайық. Және де мен сендерге сабақтағы тақырып тапсырмаларды ауызша айтып кетемін. Сендер дәптерлеріңе жазып алсаңдар болады. Үлгермей жатсаңдар, видеоны тоқтатып тұрып, немесе видеоны қайтадан көріп жазып алуларыңа болады. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен. Ч, ш дыбыстары. Кестедегі сөздерді оқы. 31 тапсырма. Ш. Шағала, шаңғы, шана, оқушы, шаш, ш. Щетка, ши, плащ, борщ. Ч. Чемпион, чек, карточка. Ш, ш, ч дыбыстарын жеке-жеке айтып, өзара салыстыр. Бұл дыбыстардың әртүрлі айтылуы неліктен деп ойлайсың? Өйткені бұл дыбыстар үшеуі үш түрлі дыбыс, үшеуі үш түрлі сөздерде кездесетін дыбыстар. Сол себепті үш дыбыс үш түрлі айтылады. Ш, ш, ч дыбыстары сөздің қай жерінде келетінін айт. Бұл дыбыстар сөздің кез келген жерінде, ортасында, басында, соңында келе беретін дыбыстар болып есептеледі. Кестедегі сөздердің мағынасын түсіндір. 32 тапсырма. Өлеңді мұқият тыңда. Пиязды ашшы дейміз бе, әлде ашшы дейміз бе? Есікті ашшы дейміз бе, әлде ашшы дейміз бе? Ашшы, ашшы дегеннің мәнін ашып берер кім? Құйрықтың ш жөнінде көңіл қой да мынаны оқ. Ашшы, тұшшы сөзінде қолданылар бұл әріп. Өлеңде не туралы айтылған? Өлеңде ш дыбысы мен ш дыбысының айырмашылығы туралы айтылған. Өлеңдегі сұрақтарға жауап беріп көр. Өлеңдерге сұрақтарға келетін болсақ, пиязды ашшы дейміз бе, әлде ашшы дейміз бе? Бұл жерде екінші қатардағы ашшы деген сөзіміз дұрыс. Есікте ашшы дейміз бе, әлде ашшы дейміз бе? Бұл жерде төртінші қатардағы сөйлем дұрыс, өйткені есікті ашшы деп айтамыз. Ашшы, ашшы сөздерінің айтылуы мен жазылуын салыстырып өзің тұжырымда. Ш әрпі қай жерлерде жазылады екен? Ш әрпі сөздің ортасында жазылады. Өлең мазмұнына өз пікіріңді жаз. Өлең мазмұнына келетін болсақ, бұл жердегі өлеңнің мазмұны негізгі ойы екі әріптің айырмашылығын айтып тұр. 33 тапсырма. Мәтінді оқы. Чукчалар Чукот түбегінде тіршілік етеді. Олардың өз тілінде бұл өңір Чаучу деп аталады. Қазақша бұғылы жер дегенді білдіреді. Шынында да бұл өңірдегі бұғы өте көп. Бұғыны чукчалар көлік ретінде пайдаланады. Алғашқы екі сөйлемді көшіріп жаз. Ч әрпі бар сөздердің астын сыз. Олардың жазылуын есте сақта. Бұл жердегі ч әрпі бар сөздер чукчалар, чукот және де чаучу. Чукчалар туралы энциклопедиядан біліп ал. Ч, ш қатаң дауыссыз дыбыстар. Олар өзге тілден енген сөздерге де кездеседі. Чех, чемпион, плащ, борщ. Ш дыбысы қазақ тілінде ашшы, тұшшы деген сөздерінде ғана қолданылады. 34 тапсырма. Өлеңді оқып, сұрақтың жауабын айт. Чемпион болып бокстан көтерілдім тоғырға. Көрдім әлем биіктен Қазақстан туында. Бұл қайсы әріп? Бұл чемпион, ч әрпі. Өлең не туралы? Өлең спорт туралы, чемпион туралы. Мазмұнын өз сөзіңмен айт. Өлеңнің мазмұны чемпион болған бала туралы айтылған. Чемпион деп кімді айтады? Чемпион деп қандай да бір жарыстарға қатысқан, жүлделі орын алған адамды чемпион деп айтады. Қандай чемпиондарды білесің? Балалар, Қазақстанда қандай чемпиондар бар? Комментарияға жазып кетейікші. Қазақстаннан шыққан әлем чемпиондары жайлы ақпарат жина.
Чемпион болу үшін не істеу керек деп ойлайсың? Чемпион болу үшін аянбай еңбек ету керек. Алдыңа мақсат қоя біліп, сол мақсатыңа қарай іс-әрекет жасап, мақсатыңа жетуің керек. Сол кезде сен чемпион боласың. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Балалар, түсінбеген тапсырмаларың болса, комментарияға жазып сұрауларыңа болады.